басында эфирға келгендегі мақсатың үйлену емес. Жоқ, үйлену емес дегенде кастингта да отырған кезде мен жалпы айтқам, как есе айттым да, иә, типа аудитория жинағым келеді. Жұптық уақыттар келді, небәрі 2-3 аптаға созылған, ол енді айырылыспеттіңдер. Иә. Не жетіспеді? Махаббат болған жоқ ешқандай. Сол кезде өзім ойлағам, болды, үйленейік деп айттым да, давай бала істейік, маған бала істегім келіп жатыр деген сияқты, давай детей хочу деп айтқам ғой, короче. Сенің андай бір жаман әдеттерің бар дейді. Ішу бар, там шегу бар, ары бері деген сияқты. Шегу дегенде шылым шегем, иә? Әдемі қыз екен. Жұтсын айра бер. Менің туған әкем, мамам 19 жасында маған беременді болған кезде қайтыс болған. Сол әкемді көрмегенмін де, сөйтіп әкесіз өстім. Сен сәлем, бүгін Не әңгіме YouTube жобасының көрермендері, бүгін бізде көптен күткен сұхбат, бүгін бізде ағынан жарламды келіп отырған спикеріміз Тимур Бейсенов, дұрыс па? Қош келдің. Рахмет. Қосылайыққа келгенге дейінгі әңгімеден бастағым келіп тұр сұрақты. Өзің айтқаның бойынша Қосылайыққа келу идеясы вообще сенің демалыс орталығында Хуршет пен Нурканы көргеннен бастап ашылған, иә? Иә. Соларды көрген кезде Қосылайықта бар екенін білдің ба сонда? Иә. Оған дейін білмегенсің? Оған дейін вообще білмеген, негізі андай естуім барды, қалалым деп ше бұрын айтатын еді, сондай естуім болатын енді, былай көргем арасында. Бірақ вообще именно Қосылайықтың бар екеніне білмедім де ше, бар екенін. Сонымен, иә, сол. Дальше айта берейін ба? Айта берейін. В общем, бізде, иә, пансионатымыз бар ғой, сол бірінші каналдан түсті, бірінші каналдан сообщение келді, бізге осылай да осылай, бізде бір парочка мұны үйленіп жатыр, деген сияқты сізге келіп, по бартеру там отдыхать етіп келсе бола ма деп. Сонымен біз жарайды дедік, сонымен Нурка мен Хуршет келді бізге. Сосын қыдырып жүргем ғой, ары бері, сосын пляжға апарам, что-то талпады анақта, бәрі көріп, суретке түсіп, мен ойлап қойым, кімдерін олар, танымаймын да ғой екеуін. Сосын былай қарайым, сосын кешке жақын былай қымбат ресторанға апарам, қарап қарасам, ақшалары көпті, короче, сосын ойлап қойым, ақша қаяқтан тауып жатыр деп. Сөйтіп мамама айтқам ғой, мамам, типа, мыналар что-то крутой сияқты деп қаяқтан келді, деймін, Қосылайықтан келді дейді, короче. Сөйтіп, иә, сөйтіп Қосылайыққа бардым. Кастингқа кел деп айтты. Кастингқа келдік, болды сол. 4-ші сезонның басында келдің, иә? Шынымен енді қазір мойындайтын шығарсың, басында эфирға келгендегі мақсатың үйлену емес. Жоқ, үйлену емес дегенде кастингта да отырған кезде мен жалпы айтқам, как есе айттым да, иә, типа аудитория жинағым келеді, бірақ өзімнің жарымды тапсам мен үйленуге 100% дайынмын деп айтқам, мен кастингта да айтқам, қазір де айта аламын, иә, смело. Таппасаң блогер болып кетемін деп ойладың ба? Иә. Түсінікті. Эфирде енді тест на беременность келді, одан кейін соска келді, сондай сенің артыңнан бір информациялар келді, иә, бір қыздан. Сен одан кейін айттың, что ол қызға мен қарызбын, сол үшін істеп жатыр деп, иә. Соның нүктесі қалай болды? Қарызын қайтардың ба, әлде бұл өтірік бір нәрсе құрастырылды? Жоқ, бірақ сен маған қайтармақ қой деп, короче, сондай болған әңгіме. Сонымен ол маған көмектесті, біз ұрысып қалған болатынбыз. Ұрысып қалдық, сөйтіп сол жіберіп отқан түрі ғой, мені поставить етпекші болған түрі да ше, соска жіберіп. Ол қызбен жақын қарым-қатынас болған ба? Жоқ, енді сөйлескенбіз, бірақ андай кездесіп деген Өскеменде болған кезде болмаған, ол 3 жыл бұрынғы нәрсе ғой, 3 жыл өтіп кетті уже. Қарызыңды қайтардың? Қарыз қайтардым, иә, болды, жазба керек емес деп айттым. Тимур вообще өткен өмірінде сондай ситуация болған ба? Қызды екіқабат қылу ма, сондай бір нәрсе? Жоқ, ондай ситуация өмірімде болмаған. Жоқ, жалпы мен андаймын да, мен өзім балажанмын ғой. Мен сол Өскеменде жүрген қызыммен жүріп бастаған кезде, сол кезде өзім ойлағам, болды, үйленейік деп айттым да, давай бала істейік, маған бала істегім келіп жатыр деген сияқты, давай детей хочу деп айтқам ғой, короче. Сонымен сол қызбен мен... Ол соска жіберген қыз емес? Ол соның подругасы. Иә. Ол қызбен бізде, иә, үйленуге дейін біз барғанбыз уже, почти үйленуге дейін бардық, сонымен бір ситуациялар болып, ол қыз кетіп қалды, қашып кетті менен, короче, прям уже біз Алматыға билет сатып алдық, болды, той жасаймыз деп отқан кезде қашып кеткен ғой, понимаешь? Неге? Сол арамызда бір поругались, короче, біз прям сол кететін күні ұрысып қалдық екеуміз, сонымен қатты дұрыс болды,
кәдімгідей прям қол көтеру болмады енді, прям енді андай жұлқу болады ғой енді. Өте қатты жынданып кеттім. Менің мамаммен не істейді да? Сөйлеседі. Жоқ, менің мамаммен сөзге келіп қалады да, ойлашы, мен мамаммен сөйлесіп отырсам келіп қыстырылсады, жоқ бірдеңке деп менің мамама сөз қайтарып анау мынау сөйтіп ұрысып қалған болатынмын. Сонымен, короче, келесі күні кетіп қалды ғой. Сонымен тапқан жоқ, 3-4 ай жоқ болып кетті. 3-4 айдан кейін келді маған, осылай, короче, мен беременна бола дейді, бірақ не істеп қойдым дейді. Түсіріп алдым дейді, выкидыш бол дейді. Бірақ ол қызға мен мүлдем сенбеймін. Өткені мен ол қызды аңдып жүрдім ғой, көріп жүрдім. Енді ешқандай іші де болған жоқ, ешқандай беременна, андай УЗИ-дің маған справкаларын жібереді, бірақ фотошоплен да Гуглдағы суреттерді жіберіп жатырды маған. Мен сөйтіп алдағысы келді ма, білмеймін, может, что-то она хотела, поймей, да, с меня, не знаю. Сенен екі қабат болдым, бірақ болдым деп айтты да, я маған, бірақ түсіп қалды дейді, бірақ енді білмеймін, менің қызым мен де жақсы көрмесем де мен біреу көтеріп қалатын болса, мен ол қызды по-любому аламын. Мен ондай ответственностьтан қашпаймын негізі. Өйткені, ол серьезный нәрсе ғой, бала деген. Қатысушылардан естігенім бойынша, сенің андай бір жаман әдеттерің бар дейді. Ішу бар, там, шегу бар, ары бері деген сияқты. Қаншалықты рас? Шегу дегенде шылым шегем, я? Әдемі қыз екен, ә? Жындысын айрай бір. Жынды екен. Шегем. Шылым шегем, ә? Темек. Шылым деген темек ғой, ә? Шылым шегем. Ішу деген енді по праздникам ішем, ә? Басқандар шекпей? Ішем дегенде, қуып ішпеймін енді, былай шампанский, может, там анда-санда пиво ішіп қалуым мүмкін да, баняда балалармен деген сияқты. А так не злоупотребляю. Басқа ештеңе шекпейсің? Жоқ. 100%. 100%. Жақсы. Өзің айтқансың маған бір ретте, Қытайда оқыдым, Қытайда жұмыс істедім деген сияқты заттар, қалай екен жалпы Қытайда оқып келу? Оңай ма? Енді бізді жастар көріп отыруы мүмкін, 11 класс бітірген. Короче, мынандай болды ғой, жасым 13-те, 8 класс бітірдім, мектепте енді бітірдім, 8 класс бітірдім. 13-те ағам екеуміз ұйықтайын деп жатырмық, жазда ғой, короче. Ұйықтайын деп отырсыз, мен тұраттан, Тима дейді, ағау деймін. Қытайға барғың келе ма дейді ағам. Сосын давай деймін ғой, онда давай кел, ертең барды, короче, документтерін жина деп, мен 13-тегім ойлашы. Сосын прикол ұстап отыр деп ойлағам, азында оятып тұр, короче, барып неге апарып тастайды, РОВД-ға апарып тастайды, барып справка несудимости болды, бастай бер дейді. Сөйтіп өте ерте жіберіп қойды, жалпы мені 14, сонымен сентябрьда 14-ке толдым. Қытайдамын уже, короче, жалғыз өзім, басқа елде, короче, оқып жүрдім. Оқыдым, қыдырдым, андай болатын, просто 14 жасқа дейін сол строго ұстайтын ғой мені үйде. Киноға барып келуім қиын болатын, 13-12 жастарымда киноға бардым, сонда слишком строго сұраған соң, сол Қытайға барып қуып кеттім. Шыны керек, енді андай итті несінен босатып тастайды ғой. Сонда поводогына босатып тастағанда, деп, короче, енді шүголым болды, кішкентайым. Сол оқыдым, қудым, қыдырдым. Сөйтіп 2 жыл оқыдым. Сонымен шығып кеттім, Қытайдан депорт болды. Неге? Сол бір подругам туған күні болған. Диана деген қыз бар. Атын айтып бір қойды. Айтып қойын деп. Сол подругам туған күнінде, короче, төбелесіп қалған болатынбыз. Қытайлармен төбелесіп қалдық. В общем, жестко төбелестік, аяқтау. Басында барда отырған қытайлармен төбелестік, сосын сыртқа шығып менттар келді, короче, Қытайдың менттары келді, сосын Қытайдың менттарымен төбелесіп бастады. Өткен біздің қыздарды ұрды, ана менттар Қытайда ондай жоқ, андай. Қыз ол деп қарамайды вообще. Кім не дейді? Например, сондай госслужащий адамдарға біреу против болса, қарсы келсе болды сразу. Ұйықтатып тастайды ғой, кәдімгі деп ойлашы, көзім короче, подруга сол туған күні отқан қызды бетінен теуіп ұйықтатады, біз тұрдық. Шокпыз ғой енді, шокпыз натуре, сонымен аналармен қырылып кеттік. Кино отыра, короче. Сен ол жақта мектепте оқыдың, е? Мектеп емес, бізде не болды, первый курс foundation дейді ғой. Возрастной категория жоқ,
мен ең кішкентай мен болдым 14-темін и 14-тен 40 жасқа дейін менің классымда бірге оқыдық қой барлығымыз. Жақсы. Қытайда 2 жыл оқыдың, ол саған не берді? То есть өміріңе көмек болды ма кейін? Енді Пайдасы тиді ма? что не случается, все к лучшему деп айтады ғой, енді солай болып қалды. Я думаю, это к лучшему. Мүмкін да мен дальше оқып жүрсем, может, вообще өліп қалар ма едім деген ойлар келеді анда-санда ше. Опыт, жизненный опыт дейді ғой, я мен негізі сол Қытайға дейін баллға түсетін мен ше. Каждый жыл сайын, короче, да, фига елге барып саламын ғой, жыл сайын, короче, мамары жібереді. Осы жылы Найқа кетесің, жазда ау жылы Найқа кетесің, сол жазда қыдырып келемін, мен сентябрьда Қытайға кетіп қаламын, сөйтіп жүрдім да, короче. Енді опыт, я Қытай тілін әлі де білем. Да? Иә, былай разговорный бар, уже андай иероглифтарды ұмытсам да разговорный. Қытайды көріп қалсам түсіндіре аламын да өз ойымды ше. Осы эфирға келген кезде Айзамен 1-2 мәселелер шықты, иә. Бірге қыдырдыңдар 1-2 күн, одан кейін эфирде қырылдыңдар, иә. Неге андай бір махаббатқа үйлесейін деп бара жатты да, артынан жау болып кеттіңдер бір-біріңе? Махаббатқа үйлесейін деп жатқан дегенде жоқ, махаббат болған жоқ ешқандай. Просто Айза келді да, Айзаны жалпы көргенмін ғой, бұрын Инстаграм көргем, бізге Қостанайға келмей тұрып, былай көргем, сонымен нормально вроде деп. Сонымен гримеркада ғой есімде, сол күнше эфирден кейін гримеркада, короче, айнаның алдында тұр екен, сонымен әшейін удочкамды тастай салғам ғой, әшейін прикол ұстап жатырмын, Айза кешке не план деп. Сөйтіп сөйлесіп бастадық, бірақ сөйтіп сөйлесіп бастадық. Сосын? Сосын сол, короче, жау бірге қыдырдыңдар? Бірге қыдырдық, иә, бірінші күні қыдырдық, сол. Екінші күні қыдырдық, үшінші күні қыдырдық, короче. В общем, қиын кездер болды ғой кезде. Өте опасный жолда жүрген мен негізі, бірақ нормально. Айза бір шет жағасын айтып қойған, эфирде сол туралы. Иә, сол ұнамай қалды маған. Осы жақында ғана осы мөлдірмен жұп болдыңдар, иә. Басында бір рет сөйлестіңдер, одан кейін сөйлеспей қойып, қайттан сөйлесіп барып жұп болып кеттіңдер. Не себепті? Мөлдірмен, мен негізі былай ғой, Қостанайға енді келдім ғой. Мөлдірді бірінші рет келді ғой, есіне ма? Жаңа қатшы болып келген кезде сол кезде көзіме түсті сразу. Сол кезден бері мамам айтқан маған негізі, Мөлдір деген қыз жақсы қыз сияқты деп. Содан бері мен негізі әрекеттерін жасап жүрген. Әрекет емес, подкат деп айтады ғой, иә. Подкаттарын жасап жүрген, Мөлдір, сен маған ұнайсың деп содан бері айтып жүредім ғой, бірақ ол маған вообще қарамайды. Сосын бір рет танысып көрдік, вообще болған жоқ. Прям вообще болған жоқ та ше. Сонымен танысып тоқтады, сосын не болды? Екінші танысып бастадыңдар. Сосын мен Эдуардымен танысып жүрдім, иә? Иә, Эдуардымен сөйлескенің бар. Мөлдірден кейін таныстым ба, Эдуардымен? Сондай ма? Орындар алыс кеткен жоқ па? Жоқ, короче, есімде мен Эдуардымен таныс жүрген кезде ше, сол кезде мен байқадым да, Мөлдірден андай ревность байқадым. Жай-жайды сумен түсінбеймін, типа ревнует или не ревнует деген сияқты ше. Сол кезде байқадым уже, потом уже Айгерім деген қыз келді үміткер маған. Сол кезде уже тоже біз айырылысып кеттік, сосын Айгерім келді, иә. Сол кезде тоже ревность байқадым уже ше. Кәдімгідей маған бірдеңке, сөйтіп сөйлесіп бастады, почувствовал я что-то. Сосын сол Айгерім келген кезде ғой, сол ортада отырдық, реклама болды. Мөлдір екеуміз прям кәдімгідей атыстық қой көзбен ше, дәл алдымда отыр ғой напротив. Соны рекламада келіп айттым, че там деймін да. Сен қазір иә десең, мен барып, мен тоқтатам дедім Айгеріммен. Не дейсің демсің, иә деді, сонымен сөйтіп. Танысып бастадық, келесі күні сразу жұптыққа жасадым. Жұптық уақыттары енді небәрі 2-3 аптаға созылған, иә? Ол енді айырылысып кеттіңдер. Иә. Не жетіспеді? Не жетіспеді деген кезде андай ғой, Мөлдір екеумізде де андай барды, гордыня барды ше, көкірекпіз ғой екеуміз, бірақ сондайда просто бір-бірімізге не уступки жасай алмай кеттік та. Например, иә, үндемей қалам. Ұрысып жатқан кезде мен үндемей қалам, или Мөлдір де үндемей, ондай жоқ та, екеуміз до конца деп.
Бірақ негізі сезім болды, оның да тарапынан, мен де тарапынан, иә. Сол айлы судағы эфирде айтылмаған сөздер бар ма? То есть эфирде айтылмаған себебі не үшін айырылысайын деп жатқандарыңның? Айтылмаған, а? Иә. Жоқ, енді мөлдір айтты ғой, ауыр сөздер айтты деп айтты ғой. Негізінде ешқандай ауыр сөздер де болған жоқ. Просто боқтадың ба? Просто боқтадым дегенде андай ғой, енді. Мен негізі иә өмірде боқтаймын ғой, енді бірақ прям қатты сөздер емес, андай өзіміздің сөздеріміз сияқты қосылып кететін сөздер. Сол ұрысқан кезде просто сондай болады ғой енді, ей мөлдір бірдеңке деп қаламын ғой. Сондай ұнамайды екен де оған, бірақ енді ондай болады, көтере алмайды, иә. Бір жағынан сезім болды, бірақ бір жағынан былай ойлап қоямын, қазірден бастап иә мынандай ұрысты көтере алмаса, сосын болашақта не болады деген сияқты. Қаншама қандай махаббат болсын, бірақ по-любому болашақта сәл ұрыспасақ кетемін деп шықпайды ғой негізі, иә. Уже үйленген соң. Сен қалай бар, солай көрсеткен келді өзіңді? Мен жалпы всегда өзім сөйтіп көрсетемін. Любой адамменше қалай бар, солай ешқашан маска кию деген ондай жоқ. Базы жоқ енді андай бірінші таныстықта енді кішкене сыпайы отыратын шығарсың, сосын енді по-любому. Ішінде демоның шыға ма? Енді барлықтарына қызық шығар енді. Білемін, сен отбасында бизнестарың бар. Жалпы Тимур өзі жеке немен айналысады? Мен жалпы көп сфераларда жұмыс істегенмін. Көп деген опытым бар негізі. Общепитта да жұмыс істеп көргенмін, офиста да жұмыс істеп көргенмін, үлкен компанияда да жұмыс істеп көргенмін. Енді жалпы андай ғой, барлығы ойлайды мен ақшаны үйден алады, андай-мындай деп. Мен жалпы сол Қытайдан келгенде уже СИЗОдан отырып келдім, СИЗОда отырып, уже депортация болып келген кезде маған мамаларым айтты, Тимур, қыдырғың келе ма? Сол 15-16 жасыма қыдырғың келе ма? Өз ақшаңа қыдыр болды. Қазірден бастап біз сені шетелге де жібермейміз, ақша да саған бермейміз деп. Сондай маған шектеу деп айтама, сондай қойды, короче. Сол кезден бері, я мен кальянщик болып бастадым, короче. Кальянщик болып істедім. Көп жерде істедім, енді соңғы істегенім Қослайықтың алдында, ол армиядан кейін, армияда служить етіп келгеннен кейін бір акционерный обществода істедім, Өскеменде. Кәдімгідей ауылшқа ғой, үлкен ауыл, короче, полностью Өскемен, полностью Восточно-Казахстанская областың темір жолы бізде болды, короче. Сол жерде, сол компанияда мен заместитель директора болдым, короче. Тимур, енді біз білеміз, что сенің мамаң бар екенін, отбасыларың, бауырларың бар екенін білеміз, иә, мамаң бір эфирға келгенін көрдік. Неге әкең туралы білмейсіз? Әкең туралы айтсаң. Иә, менің туған әкем, мамам 19 жасында маған беременна болған кезде қайтыс болған. Сол әкемді көрмегенмін де, сөйтіп әкесіз өстім, жүрдім енді. Сол қазір бірақ менде өгей әкем бар. Бізде барлығы жақсы, уже мама екеуі уже қанша 15 жылдай бірге, 12-13 жылдай бірге. Сол екі інім бар. Сол қазір әкеммен барлығы жақсы, сол бірақ қандай да ол камера не камера деген жақсы көрмейді негізі. Соны ешқай жерде көрсетпеймін. Ал өзіңнің әкең неден өмірден өтті? Менің әкем диджей болған ғой, Алматыда 2000 жылдары, короче, Алматыда клубтарда крутой диджей болған, короче, мен мама жанында диджей болып жұмыс істеп жүрген. Сол әшейін бір отырыста отырған, ойлаш, достарымен отырды. И баклажан жеп отравление болып қайтыс болды. Скоро келіп үлгермеді. Отбасында қанша бауырсыңдар? 2 інім бар мен тағы. Әкелерің бөлек бірақ, иә? Қазір енді көріп жатсыңдар ғой, өлең айтып жатырмын Қослайықта, иә, негізі нормально залетать етіп жатыр, бәрі өлең ұнап жатыр. Сол қазір ойланып қоямын, может өзім ән жазып бастайын ба деп ойлап жатырмын. Сол скоро иә әкеме арнап бір өлең жазғым келіп жатыр, сол сондай бір стильда. Жеке автор? Иә, жеке авторский өлең жаздыртып. Мақта? Сол, так что скоро ждите, ожидайте. Құтты болсын. Рахмет, брат. Деген сұрақтарымыз бітті негізі. Құрметті көрермен, бүгін бізде сұхбатта болған Тимур Бейсенов келгеніңе, уақыт бергеніңе саған көптен көп рахмет айтамын. Құрметті көрермен, сұхбат болса лайк басыңыз, болмаса комментарий жазсаңыз болады. Келесіде кім келсін, сонда жазсаңыз болады. Шын жүректен Учонский сіздермен бірге. Давай, Тимур.